Бізге мынадай есеп берілген екен. ABCD параллелограммда AB қабырғасының ұзындығы 6-ға, AD қабырғасының ұзындығы 4-ке, ал ана мына бұрыш А-ның, яғни бұрыш А деп отырғанымыз аркосинус минус 3-тен 2-ге тең екен. Яғни бұл нені білдіреді? Мына А бұрышы доғал екендігін білдіреді. Ал мына М дегеніміз AB-дан алынған екен, сәйкесінше AM-нің енді М баға қатынасы 3-тің 2-ге қатынасында екен. Олай болса, бірінші суретімізді салудан бастайық. Сонымен суретімізді салмас бұрын ең бірінші мына аркосинус минус 3-тен 2-ге назар аударайық. Яғни мен бұны тағы да басқаша 180 минус альфа ретінде алатын болсам, жалпы біз қазір аркосинус 3-тен 2-ні зерттейік. Яғни қай кезде косинустың мәні 3-тен 2-ге тең болатындығын табуымыз керек қой. Ең бірінші онда мен бір үшбұрышты қарастыратын болсам, яғни бұл тік бұрышты үшбұрышты қарастыруымыз керек қой. Ол тік бұрышты үшбұрыштың бізде анықтама бойынша косинус деген іргелес жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы, демек іргелес жатқан катеттің ұзындығы 2-ге тең болу керек екен. Сонда бізде мынадай үшбұрыш шығады. Бірінші міне осының суретін салмас бұрын бірінші осылай зерттеп алуымыз керек. Мынадай үшбұрыш катетінің ұзындығы 2-ге, гипотенузасының ұзындығы 3-ге тең болатындығын болатын тік бұрышты үшбұрыштың мына альфа деген бұрышын қарастырсақ, яғни міне косинус альфа бұл 3-тен 2-ге тең екен. Сонда мына альфа бұрышы дегеніміз аркосинус 3-тен 2-ге тең болып отыр ғой. Яғни бұл жердегі мына А бұрышы осы мына сүйір бұрыштың сыртқы бұрышы, яғни ол суретіміз міне осындай болу керек екен. Енді қараңыздар. Сонымен бізде бағанағы анықтамамыз бойынша косинус дегеніміз іргелес жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы. Енді мына берілген қабырғаларына назар аударатын болсақ, AD мен AB-ның бір-біріне қатынасы ол да 3-тен 2-ні береді. Сонда бұл берілген суретіміз қандай болатындығын енді соны салайық осы жерден. Сонымен бұл ұзындығын 6-ға тең деп алдық. Қазір мен онда мынаны өшірейін. Мына суретті мына жерден бастап қазір саламыз. Сонымен бізде табанның ұзындығы 4, яғни 4 сантиметрге тең екен. Сонда AD-ны біз қазір 4 қылып салайық. Міне осыдан былай қарай. 1 сантиметр, 2, 3, 4 дедік міне. Ал енді келесі AB-ның ұзындығы 6-ға тең болу керек екен. Демек, онда AB деп отырғанымыз шамамен мынадай болады ғой. Ал енді AD-ны салайық былай. Ал есепті көрейік, дұрыс салдық па екен? 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Сонымен суретіміз міне дұрыс шыққан сияқты. Сонымен қазір енді мына жерден артық элементтерін өшіре салайық. Мынау керек жоқ. Сонымен міне суретіміз жалпы осындай түрде болады екен. Енді сіздерде қазір сұрақ туындауы мүмкін ғой. Неге бұны біз мынадай диагоналі табанына перпендикуляр болатындай қылып салдық деген. Қазір міне A, B, C, D. Сонымен бізге айтып отырғаны міне мына бұрыш А-ның мәні, яғни аркосинус минус 3-тен 2-ге тең екен. Олай болса, мен қазір мына бұрыш D-ның мәнін есептейтін болсам, бұл 180 градус азайтылған аркосинус минус 3-тен 2 ғой. Ал енді осы жерден міне мынаның қабырғасының ұзындығы 4-ке, мына қабырғасының ұзындығы 6-ға тең екен. Ал олай болса, мына бұрыштың да өлшемін білеміз, бұл 180 градус минус альфа екен. Олай болса, қазір мына AC қабырғасының ұзындығын табайық ең бірінші. Осы AC қабырғасының ұзындығын табатын болсақ, бұл косинустар теоремасы бойынша түбірдің астындағы 36 қосылған 16, яғни мына DC қабырғасының квадраты, келесі қосылған AD қабырғасының квадраты азайтылған 2 еселенген 6 көбейтілген 4 косинус мына бұрыш D еді ғой. Бірақ та D-ның мәні көріп отырғандарыңыздай 180 минус А, яғни 180 минус альфа. Демек онда бұл минус мына косинустың алды, яғни минуспен ашылады ғой. Сонда косинус минус 3-тен 2 болып тұр. Косинус, мына жерде аргументі аркосинус минус 3-тен 2. Сонымен міне көріп отырғандарыңыздай косинус пен аркосинус бір-біріне кері функция болғандықтан бұдан минус 3-тен 2 шығады. Бірақ та мына алдындағы минус таңбасымен бұл плюс болады екен. Яғни міне түбірдің астындағы 36-ға 16-ны қоссақ 52, келесі
яғни бұны 3-тен 2-ге көбейтеміз, сонда 3 пен 6 қысқарады, 2 мен барлығын көбейтсек мұндан неше шығады? 16-ны тағы да 2 көбейтсек 32, яғни 52 азайтылған 32 деген шықты. Сонда бұл түбірдің астындағы 20 екен. Сонда мына АС қабырғасының ұзындығы түбір асты 20. Енді осы жерден назар аударсаңыздар, АС қабырғасының ұзындығы түбір асты 20-ға тең екендігі шықты. Яғни 6-ның квадраты бұл түбір асты 20 мен 4-дің квадраттарының қосындысына тең. Демек, мына АДЦ деген үшбұрышымыз тек бұрышты үшбұрыш болады екен. Сонда суретіміз міне енді есептің шартына сәйкес болды. Мысалға, бұл есептің суретін салған кезде сіздер бәлкім былай салып қоюларыңыз мүмкін, яғни мына қабырғасын былай алып, былай, бәлкім мынадай параллелограмм салуларыңыз мүмкін. Сол кезде міне мына диагоналі мына табанымен 90 градус жасамай қалды. Яғни мына сурет есептің шартына сай емес. Сонымен міне есептің шартына сәйкес келетін суретімізді салдық. Оның суреті міне мынадай болады екен. Сонымен енді келесі М деген нүкте алынған екен. Бұл М дегеніміз АБ қабырғасында жатыр екен. Олай болса, осы М нүктесін белгілейік. Сонымен міне мына нүктені М нүктесі деп белгілейік. Сонымен бұл 2х-қа тең, келесі АМ 3х-қа тең. Енді келесі бұның диагональдары АС және БД деген диагоналі О нүктесінде қиылысады екен. Олай болса, енді осы диагоналін жүргізейік. Сонымен біз мына АС-ның ұзындығы түбір асты 20-ға тең екендігін көрдік. Оны өшіре салайын қазірше. Мына БД диагоналін қосып, бұларды О нүктесінде қиылыстырайық. Сонымен енді бұл жердегі мына А пунктінде CM деген векторды AD және OM векторлары арқылы өрнектеу керек екен. Яғни осы x, y дегеніміз қандай да бір нақты сандар, осыны табуымыз керек. Олай болса, табу керек векторды міне бұлай қара түспен белгілейік. Міне мына CM векторын, AD векторы, бұларды қызыл түспен белгілейік. Міне AD векторы және OM векторы арқылы өрнектеуіміз керек екен. Сонымен міне мына қара түсті CM векторын, OM және AD векторлары арқылы өрнектеуіміз керек екен. Ал енді бұны шығару үшін, сонымен біз жаңа ғана міне суретімізді есептің шартына сәйкес қылып салып алдық. Ұзындықтарын білеміз. Міне бұл түбір асты 5-ке тең, келесі бұл да түбір асты 5-ке тең. Себебі бұл 2 түбір асты 5-ке тең ғой. Және де бұл параллелограмм диагональдардың қиылысу нүктесінде қақ 2-ге бөлінеді, сондықтан 30-ның ұзындығы ОА-ға тең екен. Ал енді ондай болса есепті шығаруға кірісейік. Сонымен бұл А пунктін шығарайын деп отырмыз ғой. Сондықтан мен қазір ең бірінші мына жерден бұны Е деп белгілеп қойық мына нүктені. Қазір мына Менелай теоремасын қолданып, осы CE-нің EM-ға қатынасын тауып жіберейік. Сонда АО-ның ОЦ-ға қатынасы, CE-нің EM-ға қатынасы көбейтілген BM-нің BA-ға қатынасы бұл 1-ге тең екен. Сонда бұдан бізде не шығады? CE-нің EM-ға қатынасы бұл 2-нің 5-ке қатынасына тең екен. Сонда бұны керісінше жазатын болсақ, яғни мына BM деген бөліміне барады ғой, ал BA алымына барады. Сонда CE-нің EM-ға қатынасы 5-нің 2-ге қатынасында екен. Олай болса, оны белгілеп қояйық. CE дегеніміз 5y болса, мына EM 2y-ға тең екен. Ал енді келесі тура осылай. Енді біз қазір BE-нің EO-ға қатынасын тауып алайық. Олай болса, міне BE-нің EO-ға қатынасын табу үшін біз мына ABO деген үшбұрышты қарастырамыз. MC қиюшы ретінде болады. Сонда бұл AM-нің MB-ға қатынасы көбейтілген BE-нің EO-ға қатынасы көбейтілген. Бұл жерден енді келесі OC-ның, яғни міне OC бөлінген AC бұл 1-ге тең екен. Осыдан енді BE-нің EO-ға қатынасын табайық. BE бөлінген EO. Бұлар вектор емес, вектормен шатастырмаңыздар, әлі векторды бастамадық. Қазір тек қана қабырғаларының ұзындығы ретінде белгілеп отырмын. Сонымен AM-нің MB-ға қатынасы. Онда бұл мына теңдіктің оң жағына керісінше 2 бөлінген 3 ретінде барады. Келесі OC-ның AC-ға қатынасы дейді. OC-ның AC-ға қатынасы 1-дің 2-ге қатынасындай болады. Демек, онда бұл керісінше 2-ның 1-ге қатынасы болады. Яғни бұдан көріп отырғандарыңыздай 3-тен 4 деген шығады екен.
Сонымен BE-нің ұзындығы 4Z деп белгілейік. Мынау 4Z, онда E10-ның ұзындығы 3Z-ға тең екен. Сонымен міне барлық қатынастарын белгілеп алдық. Және де OD-ның ұзындығын білеміз ғой, ол жалпы 7Z-ға тең болады. Ал олай болса, енді осы CM векторын табуды бастайық. Сонымен бұдан көріп отырғандарыңыздай, бұл қатынастар қазір есеп шығару барысында бізге керек те болмауы мүмкін. Сонымен мына CM деген вектор бұл жалпы CO қосылған OM-ға тең ғой. CO векторы қосылған OM векторы. Ал енді осыдан көріп отырғандарыңыздай, бізге мына OM деген вектор керек, сондықтан бұны қалдырайық. Енді осы CO векторын түрлендіруден бастайық. CO вектор деп отырғанымыз бұл 2-ден 1 CA векторы қосылған OM вектор екен. Ал енді осыдан біз қазір CA деген векторды біз қалай жазсақ болады? CA векторын CD қосылған DA түрінде жазалам ғой. Демек, онда бұл 2-ден 1 CD векторы қосылған DA векторы қосылған OM векторы болады екен. Сонымен, енді бұдан көріп отырғандарыңыздай, мына CD деген векторды мен BA векторымен алмастыралым. Өйткені бұл параллелограммның параллелик қабырғасы бір-біріне тең және параллель ғой. Сондықтан мына CD векторы сәйкесінше BA векторына тең болады екен. Олай болса, соны алмастырып жазатын болсақ, біз мынадай теңдікке келеміз ғой. CM векторы бұл тең 2-ден 1 BA векторы қосылған 2-ден 1 DA векторы қосылған OM векторы. Сонымен бізде мына DA және OM деген бізге керек екі вектор бар. Қазір енді біз осы BA векторымен жұмыс жасауымыз керек қой. Сонымен BA векторын ең бірінші мына жерден BA векторын өрнектеп алайық. BA векторы деп отырғанымыз ең бірінші BA-дан емес, мынадан бастайық бұны. BM векторынан бастайықшы. BM векторы бұл дегеніміз BC қосылған CM ғой. Ал енді BC деп отырғанымыз бұл AD-ға тең, сонда BM дегеніміз BM векторы бұл тең, мұнда жалғастырайық, BC-ны мен AD-мен алмастырдым. AD векторы қосылған CM векторы. Ал енді тағы да басқаша, осы BM деп отырғанымыз BA-ның 5-тен 2 бөлігі ғой, міне, BA-ның 5-тен 2 бөлігі. Демек, осыдан мен қазір BA-ны міне AD және CM деген екі вектор арқылы өрнектеп аламын. Осы екеуінен өрнектейтін болсақ, бізде не шығады сонда? BA векторы дегеніміз 2-ден 5 BM-ға тең екен. Ондай болса, соны жазайық. Міне, мына BA векторының орнына мынаны қоямыз сонда. CM векторы бұл тең 2-ден 1. Енді осыдан міне BA векторын өрнектесек, ол керісінше 2-ден 5 BM-ға тең ғой. Міне 2-ден 5 BM. Ал BM деп отырғанымыз AD қосу CM-ға тең. Сонда міне AD қосылған CM. Сонымен бұл қайдан келгені түсінікті деп ойлайын барлығыңызға. Яғни міне BA-ны 2-ден 5 BM дедік. BM-нің орнына AD қосу CM-ді жаздық. Сонда міне мына вектор шықты. Қосылған 2-ден 1 DA векторы қосылған OM векторы. Сонымен міне CM векторын біз қазір өрнектеп алдық. Енді осыны қазір жақшаны ашайық осы жерден. Жақшаны ашатын болсақ, біз AD және OM арқылы өрнектеуіміз керек еді ғой. Және де бізде қарап отырсаңыздар, CM деген вектор пайда болды, иә? Қазір енді оны теңдіктің оң жағын, сол жағына өткізу арқылы қазір ақшамдайтын боламыз. Ал енді бастайық. Сонымен CM деген вектор бұл тең 4-тен 5 AD векторы, келесі қосылған, ол да міне 4-тен 5 CM векторы, келесі азайтылған 2-ден 1 AD векторы қосылған OM векторы дедім. Яғни мына DA векторын минус AD деп жаздық та, минусын алдына шығарып жібердік. Енді осыдан көріп отырғандарыңыздай, бұның барлығын мен 4-ке көбейте салайын. Себебі бұлардың барлығын ортақ бөлімге келтіру керек қой қазір. Сонда 4 еселенген CM векторы бұл тең 5 еселенген AD векторы қосылған 5 еселенген CM векторы, келесі азайтылған 2 еселенген AD векторы қосылған 4 еселенген OM векторы деген шығады екен. Сонымен, енді бізге табу керек болған CM векторы еді ғой. CM деген вектор.
Сонымен CM-ді теңдіктің оң жағына, қалғандарын теңдіктің сол жағына өткізейік. Сонда CM векторы дегеніміз минус не шығады бізде? Минус 3 еселенген AD векторы азайтылған, яғни мынау 4 көбейтілген OM векторы деген шығады екен. Сонымен міне көріп отырғандарыңыздай CM векторын біз AD және OM векторлар арқылы өрнектедік. Сонда мына CM дегеніміз AD және мына OM дегендердің алдындағы коэффициенттері минус 3 және минус 4-ке тең екен. Олай болса, мына есептің жауабын жазып қояйық. Жауабы CM векторы минус 3 еселенген AD векторы азайтылған 4 еселенген OM векторына тең екен. Сонымен міне мына берілген А пунктін таптық. Сонымен бұл жерге бізге мына менелайдың мүлдем қажеті де болмай қалды, яғни. Енді келесі Ә пунктін, яғни екінші пунктін шығарайық. Екінші пунктында бізден нені сұраған екен? BD-ні өрнектеуіміз керек екен. Сонымен бұл міне екінші пункті. Ал енді осыдан BD векторын CM және OA векторлар арқылы өрнекте дейді. Олай болса CM бізге керек, артық векторды алып тастайық, мынау керек жоқ бізге. Және мына қызыл түспен бұл керек жоқ. CM векторы және OA векторы арқылы өрнекте дейді. Олай болса оларды қызыл түспен, яғни өрнектейтін векторымызды қызыл түспен белгілеп шығайын қазір. Міне мына CM векторы және OA векторы арқылы өрнекте дейді. Қай векторды? BD векторын екен. Олай болса оны көк түспен белгілеп қояйын. Мына көк түсті векторды мына қызыл түсті екі вектор арқылы өрнектеуіміз керек. Сонымен бұны шығарудың ең оңай тәсілі мынаны шығаратын болсақ, сонымен көріп отырғандарыңыздай, мен қазір мына EO деген векторды EC қосылған CO түрінде жазалам. Ең оңай тәсілі осы екен. Сонымен шешуін бастайтын болсақ, мына EO деген векторымыз бұл мына BO векторының қандай бөлігін құрайды? 7-ден 3 бөлігін құрайды екен. Сонымен міне Менелай теоремасынан тапқанына қатынастарымыз мына жерде керек болды бізге. BO векторы. Ал енді қараңыздар, осыдан BO векторын табатын болсақ, BO векторы деп отырғанымыз бұл 3-тен 7 EO-ға тең ғой. Мынау EO векторы. Міне EO векторы. Сонымен енді осы EO деген векторды ашайық. 3-тен 7 EO деген векторымыз бұл EC қосу CO-ға тең. Міне EC қосылған CO векторына тең. Сонымен бұл есепті шығаратын кезде мына EC векторының орнына және CO векторының орнына түбірасты 5-ті және ұзындықтарын қойып кетпеңіздер. Бұл жерде тек өрнектеу ғой. Сіздерден ұзындығын сұрап тұрған жоқ. Бұл ұзындығын табуға байланысты десе, бұл соңғы пунктінде шығады. Сонымен енді осы жерден мына EC векторын қазір өрнектейік. Міне 3-тен 7 EC дегеніміз MC-ның 7-ден 5 бөлігі. Міне 7-ден 5 MC. Келесі CO векторы дегеніміз бұл OA векторына тең ғой. Қосу OA векторы. Ал енді жақшаны аша салайық. Сонда бұл минус 3-тен 5 CM. Яғни бұл минус қайдан келді? Мына минус. MC векторын біз CM векторы арқылы жазсақ, онда ол минус CM векторына тең ғой. Яғни бағыттары қарама-қарсы болғандықтан таңбасы минусқа ауысады. Ал енді келесі бізде қандай болады? Мына OA векторы. OA векторын орнына қоятын болсақ, бұл қосылған 3-тен 7 OA векторы деген шықты. Сонымен көріп отырғандарыңыздай, біз мына жерден тек қана BO деген векторды өрнектедік қой. BO векторы міне мынаған тең болды. Ал енді бізде есептің шартынан BD векторын сұраған екен ғой. Олай болса, мына жерден мен мына суретімді қате белгілеп қойған екен жаңа. Міне мына BD-ні сұраған екен ғой. Онда BD-ні мен екі еселенген BO деп жазалам ғой. Сонымен BO-ны тауып алдық. BO-ны CM және OA векторлар арқылы өрнектедік. Олай болса, BD деген векторды жазайық. Міне жауабы. Сонда BD деп отырған векторымыз екі еселенген BO-ға тең. Мынаның барлығын екі еселеп шығатын болсақ, сонда минус 3-тен 10 CM векторы қосылған 3-тен 14 OA вектор деген шығады екен. Сонымен міне екінші пунктінде жауабын таптық.
Яғни бұл жерде екінші пунктін шығару үшін біз Менелайды қолдана салдық. Яғни Менелай теоремасынан мына қатынастарын қолдану арқылы шығара салдық. Енді келесі ең соңғы пункттен бізде нені сұраған екен? СО азайтылған АД векторының ұзындығын сұраған екен. Енді осы Б-да бізде вектордың ұзындығын сұрағандықтан бұны оңай шығара салуымызға болады. Бұл Б пунктін мен мына жерге мына төрт бұрыштың ішіне ғана жаза салсам болады. Яғни бұл жерге сиып тұр мына төрт бұрыштың ішіне. Яғни мына төрт бұрыштың ішіне жазатыным қазір ең соңғы Б деген пункті болады. Сонымен назар аударып қарасаңыздар, СО минус АД дейді. Яғни міне СО векторы, міне СО вектор негізі ол ОА векторына тең ғой, сонда СО-ны мен ОА-ға тең деп жаза аламын. Енді минус ДА, яғни минус АД. Минус АД десе, онда мен бұны СО қосылған АД ДА ретінде жазылған ғой, плюс ДА деп. Сонда қараңыздар, СО векторына ДА векторын қоссақ, мына ДА векторы параллельно сол жаққа көшеді, яғни мына жерден сәйкесінше мына ОД деген қабырғасының ұзындығы шығып отыр ғой. Демек, бұл ОД-ны қалай табамыз? Мұнда жазайық, міне СО векторы қосылған ДА векторына тең дедік, иә? Міне жаңа ғана айттық. Неге? Өйткені мына минусты плюсқа ауыстырдық. Ал енді бұны векторлар емес, жалпы сіздерге кәдімгі Пифагор емес, векторлар арқылы шығар десе, онда сіздер бұны қалай есептейсіздер? Сол тәсілмен көрсетейін бірінші. Яғни скалярмен табу керек қой. Себебі бұл тақырыптар енді векторға байланысты болғаннан кейін бұл тең түбірдің астында СО векторының ұзындығы, міне СО векторының ұзындығының квадраты азайтылған 2 еселенген СО векторы көбейтілген АД векторы келесі қосылған АД векторының ұзындығының квадраты. Сонымен көріп отырғандарыңыздай СО және АД векторы екеуі қандай? Бір-біріне перпендикуляр ғой. Демек, онда бұл екеуінің скаляр көбейтіндісі 0-ге тең бола салады. Сонда бұл тең түбірдің астындағы СО векторының ұзындығы ол түбір асты 5, демек оны квадраттасақ 5 шығады. АД векторының ұзындығы 4-ге тең, бұған қосамыз 16-ны. Сонда бұл түбірдің астында 21-ге тең екен. Сонымен міне СО минус АД векторының ұзындығын таптық, бұл түбір асты 21. Немесе сіздер бұны Пифагор теоремасымен де шығара саласыздар. Міне түбір асты 5-тің квадраты қосу 4-тің квадраты ол мына ОД-ның квадратына тең. Олай болса, мына ОД деп отырғанымыз бұл жерден де түбір асты 21-ге тең екендігі шығады. Сонымен міне жауабы бұл түбірдің астындағы 21-ге тең болады екен. Сонымен міне мына берілген Лейбсон деген кітаптың ішіндегі 370-ші есепті шығардық. Сонымен мына есебіміз аяқталды.